Құрметті көрермен, сіздермен бірге сөз төркіні жобасы біздің кезекті кейіпкеріміз, қолөнер шебері, кәсіпкер Құттыбаева Гүлпахат. Гүлпахат, сәлеметсіз бе? Бүгінгі мынау ашылу салтанаты құтты болсын. Мен алдымен цех ашылып жатыр екен. Жалпы осы цехтың жұмысы туралы содан бастасақ, ең алдымен. Яғни бұл өндірісте біз жүн өндіреміз. Ең алдымен біз жүнді жуып, кейін ол кепкеннен кейін түтіп, тарап, оны бояп, дайын жүн өнімі шыққаннан кейін біз бұйымдар жасаймыз. Жүн деп қалдыңыз ғой, енді мынау біздің жобаның өз мақсаты сөз төркіні, яғни әр сөздің қолөнерге қатысты терминдерге тоқталамыз. Соның ішінде мынау жүннің қандай түрлері бар, қандай түрлер білесің? Жалпы жүннің 10 мыңнан астам түрі бар, барлық әлем бойынша. Соның ең танымалы ол альпака жүні, түйе жүні, қой жүні, ешкі жүні. Қарағанды облысы Қазақстан бойынша көбінесе қой жүні және де түйе жүні өндіріледі. Бұл цехта бізде қой жүні өндіріледі. Сіз қай жүнді қолданасыз? Қой жүнін қолданамын, яғни меринос қойларын жүнін қолданамын. Енді бала кезден осы өнерге қалай келгенсіз? Анаңыз Перизат ханым осы өнерді жалпы насихаттап, дамытып жүрген азаматшылардың бірі. Жалпы қай кезден бастадың, қалай құлшыныс болды, қызығушылық болды, сол туралы айтсаң? Ең алдымен мен өзім кішкентай кезімнен өнерге өте жақынмын. Кіші кезімнен сурет саламын, қолөнермен айналысамын. Яғни ең алдымен мектеп оқып жүрген кезде мен ошақтан бұйымдар жасайтын болатынмын. Кейін достық үйіне барғаннан кейін мен жаңа айтып кеткеніңіздей ермексаздан картиналар жасадым. Онда не бір түрлі пейзаждармен, живопись дейді ғой, сондайларды бейнелеп жасадым. Кейін сол өнерімді көргеннен кейін мені осы жүнге үйреткен болатын. Мына жерге яғни түтілген жүндерді тастайды. Осы түтілген жүнді алып, біз басқа станокқа көшеміз. Бұл бізде жүн тарайтын станок. Яғни жаңағы түтілген жүнді осылай тарап шығады. Яғни бір келке етіп шығады. Кейін біз бұл жүнді аламыз да жүндерді бояймыз. Әр жүнге арнайы порошок, краскалар қажет болады. Бұл жерде біз ыстық сумен 60-80 градуста жүнді қайнатып жуамыз. Солай бізде дайын осындай жүндер шыққаннан кейін, көріп тұрғандарыңыздай, біз әр жақта ары қарай жүнді, яғни қажетті зат жасаймыз. Осылай кейін текеме жасау үшін ақ жүнді алып осылай қойып қоямыз. Кейін жаңағы өзіміз бояған жүндерден үстінен талдырма жасап қойып, осындай текеметтердің дайынын жасап аламыз. Кейін оны орап-орап, анау жақта көріп тұрғандарыңызда үлкен станокқа, яғни жүнді илеуге жібереміз. Осындай станокпен жүнді бұл станок бізге дайын етіп басып береді. Яғни бұл жерге кіргізгеннен кейін уақытша, мысалға 15 минуттан кейін бұлай оң жағына қойсақ, 15 минуттан кейін сол жағына қойып, ауыстырып қарап отырамыз. Солай бізде дайын өнім шығады. Барлығы аяқталған соң бізде осындай текеметтер шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздердің сол жақтарыңызда ілініп тұрған үлкен текеметтерді жасап шығарамыз. Картина демекші, жаңағы ермексаздан жасаған картина бар, сосын жүннен жасаған. Енді бояу бөлек, жүннен жасау мүлдем бөлек қой, қиын ғой. Оны осы картина туралы айтсаң, Жалпы осы картина айтып кетсем, мен ең алдымен эскиз жасамаймын. Яғни эскиз жасамаймын дейсің бе? Жасамаймын. Суретін салып алмаймын. Бірден ойымда қандай қиял ғажайып туындайды, соны бірден жүннен қойып сурет саламын. Солай осындай әртүрлі картиналар пайда болады, және ол картиналар екінші рет қайталанбайды. Жайлауға? Мына жерде бейнеленген ол көріп тұрғандарыңызды жайлау, киіз үй, қойлар, көбінесе
киіз дегеннен бізге есімізге бірден киіз үй түсе, жайлау түсе, яғни киізді өндіріп шығаратын, киізді алатын қойлар есімізге түседі. Сондықтан көбінесе жайлауларды бейнелеген, өзіне өте үлкен шабыт алып келеді. Өзім кішкентай кезімнен бастап жазғы демалыстарымды жайлауларда өткізген болатынмын. Сондықтан да жайлауға келгенде менің ерекше махаббатым ашылып тұрады. Киіз деп қалдың ғой, мынау киізден бөлек текемет деген бар, сырмақ деген бар. Сырмақ деген не, сол туралы айтсаңыз? Жалпы сырмақ деген ол киіздің бір түрі, яғни киізден жасалатын өнімнің бір түрі. Көбінесе сырмақтарды кілем ретінде салады. Оны киізден талдырмалар жасалғаннан кейін бір-біріне қойып үстінен тігіледі, қолмен бізбен тігіліп жасалады. Кәсіпкерсің, енді бұндай кәсіп ашу үшін алғашқы жарна керек деген сияқты мемлекеттен қолдау болды ма, әлде жаңағыдай демеушілер болды ма? Сол туралы айтсаңыз. Осы 2024 жылдың жаз айында мен бір ауыл бір өнім жобасына қатысқан болатынмын, кәсіпкерлер қолдау палатасы арқылы. Сол жерде 30 адамның ішінен, 30 кәсіпкердің ішінен 10 адамды іріктеп алған болатын. Сол 10-қа іліндім. Кейін 4 финалист болды. Соның ішіне ілініп 5 миллиондық облыс әкімінің грантын ұтып алып, осы жоба арқылы ұтып алған болатынмын. Сонымен қатар біз бұл өндірістің ішінде шеберлік сабақтарын өткіземіз. Яғни қалай текемет жасау, текеметтен бұрын картиналар, аяқ киімдер, бас киімдерді жасауды үйретеміз. Текеметті жасайтын кезде біз ең алдымен талдырмалар жасап аламыз. Яғни мысалға ақ түсін алсақ, біз ақ түсін жасаймыз, кейін оған түрлі түсті жүннен оюларды бейнелеп, оюларды қиып алып, оны жаңағы дайын жүннің үстіне салып илейміз, басамыз. Қазіргі таңда бізде құрылғылар болғандықтан оларды жасау оңайға түседі. Ал кезінде ата-әжелеріміз, аналарымыз олардың барлығын білектеп, қолдап жасаған болатын. Сондықтан қазіргі таңда заттарды жасауға өте көп мүмкіндіктер бар. Сондықтан да мен ежелгі әжелерімізден, аналарымыздан қалған салт дәстүрді жоққа шығарғым келмейді. Тұтынушылар бар. Көбінесе жүннен бұйымдарды шетелдік азаматтар алады. Қазіргі Қазақстанда барлығының қолынан келе бермейтін болғандықтан, бұның сапасы да, яғни бағасы да жоғары болады. Өйткені қаншама еңбек қажет болады, қаншама тер кетеді. Сондықтан да бізде көбінесе осы бұйымдарды шетелдік азаматтар алады. Қай елдерден? Қазір мен өзім Түркия, Франция, Германия мемлекеттеріне жіберген болатын. Жүннің беретін пайдасы өте көп. Мысалға, жүн ол ауадағы температураны сақтап тұрады, және де тазалап тұрады. Кезінде барлығымыз білетін киіз үйді мысалға алсақ, қыста киіз үйдің сыртын қалың киіздермен жапқан, соның арқасында ол жерге су кірмеген, яғни аяз кірмеген. Киізді жасап жатқанның өзінде ол қаншама жаттығу, ол дененің іс-қимылына, барлығына өте көп мұқият береді. Негізі айтып кетсем, өте қызықты жұмыс. Жүндердің түстерімен, барлығымен жұмыс жасау өте қызықты, маған өте қатты ұнайды. Сондықтан және де жаңа айтып кеткендей сапасы да, бағасы да қымбат болғандықтан жақсы табыс табуға болады. Гүлпахат, рахмет сұхбатына. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Жалпы әр сөздің біз төркінін біле жүрейік. Әр сөздің төркінінде қазақтың болмысы бар. Арнамызға жазылыңыздар, пікірмен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар.